Сәлем достар, сіздермен бірге мен болам. Бүгін мен қалаға келдім. Сосын өз ақшама енді менде 10 мың, 20 мың сондай ақшалар бар. Еді жинап жүріп, менде бұрынғы жазымер жинап жүредім. Соған мен заттар алдым. Оқушы деген магазиннен. Қазір сіздерге обзор көрсететін боламын. Мен пакетке қойып болғандармен сіздер пижамаға қазір түн болып кетті. Мен бірінші бізден осындай пижама істеймін. Жылтырайды, достар. Жылтырамайды деп ойламаңыздар. Қараңыздар, 12 штук ішінде жылтырайды. Кәдімгідей көрініп тұрады. Мен қағазға жазып көрдім. Осындай пижамаға істеймін. Мен сіздерге өтірік потом қасық ішін ашып көрсетем. Мен осындай көптеген наклейкалар. Бұның барын өзім ақшам алдым, ойлаңыздар. Осындай қазына салып қояйын. Салып қойдым мен. Осындай маскын 4 алған едім, 3 апатайыма бердім. Потом біріншісін алдым. Потому что апатайым подругалары көп ше. Потом өзінің ішінен 2 таңдайды, сол 2 береді, а біреуін өзіне қояды. Короче, осындай. Сосын бізден осындай бутылка. Штем екінші қойғады. Елістер бүйтіп ашаттан, бүйтіп басып қады. Штем трубкамен. Сосын бізде осындай. Ішінде осындай кроме шықтым. Потом күшті наклейкалар шықты. Оны шкафына жабыстырып тастадым. Қазір екіншісін көрсетемін. Екіншісі кешіріңіз, осындай клей. Менде клей бітіп қалды, но ең үлкені. Енді келесі зат бізде барлығыңыз білетін пикми палочка. Күшті. Бір үйіп. Ерем өткізді. Мен апам жүр. Достар, мен бұған жаққа көрейік. Мен бір заттан көрейік. Не көресің? Үйірін маңдайды. Қойшы өзім ақшам алдым мен. Біреу. Бір пачка. Қойш. Ана 8 пачкасы. Ана маған пачкасын беріп қойш. Барлығын ұтман. Қойшы достар, жалғасы бар. Сен пока. Ютубқа салып жібересің ба қазір? Я да қосмейм. Не осырып отырсың? Осырған жоқ.